Мен доктор Рупа, Апалла ауруханаларынан акушер-гинеколог кеңесшісімін. Ендеше ұрықтануға қолайлы кезең деген не? Көптеген әйелдер жүктілікке ұмтылу үшін ең дұрыс уақыт қайсы деп сұрақ келеді. Сондықтан ұрықтануға қолайлы терезені білу үшін етек-кір цикліңізді түсіну маңызды. Әдетте, етек-кіріңіздің бірінші күнінен келесі етек-кіріңіздің бірінші күніне дейінгі уақыт бұл сіздің етек-кір цикліңіздің ұзақтығы. Бұл әдетте 28-30 күн шамасында болады, бірақ 21-ден 35 күнге дейінгі кез келген ұзақтық қалыпты деп есептеледі. Әдетте, овуляция келесі етек-кіріңіздің алдында 14 күн бұрын болады. Жұмыртқа жасушасының өмір сүру ұзақтығы шамамен 12-ден 48 сағатқа дейін, ал сперматозоидтың өмір сүру ұзақтығы шамамен 3-5 күн, есеппен 5 күн. Яғни күндерді есептесек, овуляциядан 5 күн бұрын, овуляция күні және овуляциядан кейінгі 1-2 күн бұл жүктілік мүмкіндігі жоғары болатын ең қолайлы уақыт. Сондықтан бұл кезең ұрықтануға қолайлы терезе деп есептеледі. Орта есеппен, егер сіздің етек-кір цикліңіздің ұзақтығы шамамен 28 күн болса, онда 10-шы күннен 16-17-ші күнге дейінгі аралық ұрықтануға ең қолайлы уақыт болды саналады. Осы кезеңде біз жүктілік мүмкіндігін арттыру үшін кем дегенде күнара жыныстық қатынасқа түсуге кеңес береміз. Бірақ кейде циклдің ұзақтығы айтарлықтай өзгеруі мүмкін. Егер сіздің циклдеріңіз тұрақсыз болса, онда ең қысқа және ең ұзақ циклдеріңізді анықтауға болады. Ең қысқа цикліңізден 18-ді алып тастаңыз, сонда ұрықтануға қолайлы терезенің алғашқы күнін табасыз. Ең ұзақ цикліңізден 11-ді алып тастаңыз, сонда ұрықтануға қолайлы терезенің соңғы күнін анықтайсыз. Бірақ тағы да овуляция күні өзгеруі мүмкін. Кейде ол дәл 12-ші немесе 14-ші күнге сәйкес келмеуі мүмкін. Орта есеппен алғанда, егер циклдеріңіз шамамен тұрақты болса, онда 8-ші, 10-ші күннен бастап 20-ші күнге дейін, кем дегенде әр 2-ші күні немесе 2 күнде бір рет жыныстық қатынасқа түсу ұсынылады. Бұл табысты болу ықтималдығын арттырады. Ал егер циклдеріміз өте тұрақсыз, қатты өзгеріп тұрса, онда овуляцияны бақылау үшін дәрігердің көмегіне жүгініп, уақытылы жыныстық қатынасқа түсуге болады.